Сәлем достар, сіздермен бірге Салтанат Құрманқызы. Менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қазір платочная вязка спицами тоқимыз. Біз өткен сабақта ілмек жасауды үйренген болатынбыз спицаға. Енді қазір спицаға іліп аламыз. Петлялар іліп аламыз қажетті. Платочная вязканы қалай тоқылу жолын спицамен көрсететін боламын. Бос екі спица алдым, бір спицаны шешіп алып, бірінші петлядан өткіземіз. Екінші петлядан өткіземіз. Осылайынан өткізіп отырамыз. Бұл спицамен тоқу жолы үлкен қып ұзынырақ тоқыған кезде көрінетін болады. Бұл платочная вязка бізде не болып шығады, гармошка болып шығады спицамен тоқығандықтан. Егерде біз оны крючокпен тоқитын болсақ, онда ондай болмайды. Крючокпен тоқыған кезде ол кішкене тугой, тығыз болып тоқылады. Бірінші рядты біттік. Енді келесі рядты тоқимыз. Дәл солай. Бірінші петляны іліп алмаймыз, сразу бірінші петлядан бастап ілмек жасаймыз. Осылайынан соңына дейін өзімізге бір қажетті мөлшерге дейін тоқып аламыз. Содан кейін результатын көруге болады. Нәтижесі жаңағы мен айтқандай гармошка болып шығады. Өйткені сыммен тоқыған кезде ол жұмсақ тоқылады, ал крючокпен тоқыған кезде ол тығыз болып тоқылады. Екінші ряд тоқып болдық. Енді үшінші ряд. Платочная вязкамен шарф, кардиган, тағы жилеткалар тоқуға болады. Бұның лицевая гладь деген, оң жақ, сол жақ деген, іші, сырты деген жоқ. Екі жағын бірдей қолдана беруге болады. Тоқыған бұйымның. Енді ары қарай өздеріңіз қажетті мөлшерге дейін тоқып, міне бізде төртінші ряд кетті. Бірінші петлядан іліп аламыз. Ешқандай қиындығы жоқ, осылай оң сол тоқпаймыз, тек қана осылай бір ғана темппен, бір ғана техникамен тоқимыз. Мінекей. Бесінші ряд кетті. Осындай вязкамен снудты тоқуға болады. Өте әдемі шығады, екі жағы да бірдей.
Достар, менің каналыма жазылып, каналымды қолдай отырыңыздар. Лайк басып, комментарий жазып, сұрақтарыңыз болса қоя отырыңыздар. Қолөнер креатив инстаграм парақшама жазылып, сол жақтан да жаңа бұйымдар, дүниелерді көруге болады. Ол жақта ақылы сабақтарым бар. Мінекей, тартып көргенде уже гармошка болып жатыр бізде. Мінекей, мен өзім сіздерге түсінікті болу үшін, көрсету үшін тоқыдым. Не кішкене созылады, иә. Платочная вязка. Осылай әдемі өте. Тартқан кезде созылады. Өте әдемі болып көрінеді. Дәл осындай жіпті алдым, сіздерге түсінікті болу үшін. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Салтанат Құрманқызы.